өткізіп жібермей, мені ендігі оқығалы тұрған мына бір мазмұнды тыңдап жіберіңіздер. Сендер үшін ең маңыздысы ұзақ уақыттық пайданы көздей білу. Сезімдерің идеяларыңды ноқталап алмасын. Жұрт өзіндегі аран мен жүрексіздік өркенін бойына көктетіп алады. Бұл білімсіздіктің бастамасы. Себебі жүрексіздік пен аран адамдардың еңбегі қалу, еңбекақы жоғарылату, еңбек қауіпсіздігі барысында туындайды. Бірақ бұл идея тұрмысты қалай бастайтындығын мүлде тектемейді. Бұл арбакештің бір бау шөппен есекті еліткенімен бірдей. Есек шөпке бола арбаны барынша тартады. Арбакеш арбаны қайда жеткізуді жақсы біледі, ал есек бір бау шөп үшін тарта береді. Екінші күні есектің бұрынғы қимылы тағы қайталанып, арбаны тоқтамай тартады. Мақсаты бір бау шөпке жету. Онда сондағы миыма орнап алған топ қолғабы, адамды еліктіретін ойыншықтар әлгі есектің алдындағы шөпке ұқсай ма? Я, дұрыс айтасың. Есейгенде ойыншықтарың қымбаттайды, достарыңа терең әсер қалдыратыны машина, қайық, саяхат қатарлыларың, деп бай әкем сөзін сабақтай түсті. Жүрексіздік сенің несібеңнен қағып, болымсыз нәпақа сыйлаған болады. Жаңылдырып кедергіге душар етеді. Міне бұл шырға деп аталады. Жүрексіздік пен нәпсінің күшеюі білімсіздіктің бейнесі. Иә, бұл әйгілі Бардам әке мен Зардам әке кітабындағы Бардам әкенің балаларына айтып жатқан ақылы. Енді бұл жердегі жүрексіздік деген не? Жүрексіздік адамдар ақшаның болмай қалуынан қорқады дейді. Ал нәпсі дейді да, қолына ақша түсе қалса, көзіне көрінген нәрсенің барлығын алғысы келеді дейді. Сондықтан біз ылғида ақшаның болмай қалуынан қорқып, жанталас ақша табады екенбіз дағы, қолымызға ақша түсе қалған кезде жанталаса таусып жіберуге асығады екенбіз. Мінекей осындай ғана қарапайым дейді. Міне бұл қазіргі кездегі адамдардың жаңағы жетіспестіктің бұғауынан шыға алмай, я жинаған ақшасы жоқ, я құраған мал мүлкі жоқ, жанталаса өмір сүріп жатуының басты себебі дейді. Ендеше, сонау ертеде қалған бір кітап бар. Сол кітапта да мынандай нәрсе айтылады. Адам ниетінде арам шөптер болады. Оларды мезет сайын ботап тұру керек дейді. Бұл арам шөптер жаңағы менің елден қаласың ба, ананы сен де алып ал. Елден қаласың ба, ел алған дүниені сен де істет деп өзіңе өзің шаман келмейтін нәрселерді зорлап алғызатын бір түрлі нәпсі. Қанағатсыздық. Ал шаман келіп жатса, оның әрине оқасы жоқ. Бірақ шамасы келмеген нәрсеге адамның жанталаса беруі адамды ең соңында жұтатып, жүдетіп, тыныш болады деген сөз. Сондықтан да құрметті достар, алдыңғы бір мезетте айттық. Табысыңның оннан бір бөлігін жинап қойшы, көп жинамасаң да. Оннан 7 бөлігін тұрмысыңа істет. Қалай істесең де, сол 7 бөлікті жеткізсең болды. Ал оннан бір бөлік табысты жинап қою арқылы адамдар өзінің жаңа бір кәсіп бастауында, я болмаса өзіне бір алаңсыздық сыйлайтын алғашқы ақшаларды жинай алады екен. Жақсы достар, өзімізге бір түрлі ақша жинайтын әдетті қалыптастырайық. Сол арқылы өзімізге бір алаңсыздықты да сыйлай аламыз деген сөз. Тіпті көптеген экономикалық мазмұндарда төмендегі АТО 2025-ге куән жоғылу арқылы немесе менің мұқат нөмірімді қосу арқылы көре аласыздар. 记得关注再走哦。